Төртінші бөлім. Жаралы құлын. Одан кейін 3 жыл өтті. Ленин атындағы колхоз бұрынғысынан әлде қайда ауқаттанып кетті. Оған себеп колхоз басшылығының дұрыстығында еді. Бізге белгілі Шынболат Тастанов бұл колхозда әлі де председатель. Оның кім екенін оқушыларға осы арада таныстыра кету қажет. 1917 жылы партияға енген, ол азамат соғысын басынан кешіріп, советтік құрылыстың ісіне біраз араласты да, кейін 1924 жылы Москвадағы Шығыс еңбекшілерінің коммунистік университетіне түсті. Оны бітіргеннен кейін облыстық басқарушылық қызметіне белгіленді. Сол қызметте өкпе туберкулезіне шалдықты да, дәрігерлердің кеңесімен ауылдық жердің қызметіне ауысты. Аудандық партия комитеті оны біз сипаттап отырған Ленин колхозының председательдігіне ұсынды. Колхозшылар бұл ұсынысты құшақ жайып қарсы алды. Университетте Сталин жолдастың лекцияларын тыңдаған ол өзін сталиндік іске жан-тәнімен берілген адамға санайтын. Көсемнің социализм арқылы коммунизм құру мәселесіндегі барлық сөздерін ойына берік сақтап, ақыл-ойы, жігер қайраты жеткенше іске асыруға тырысатын. Бұл колхоздың жері шұрайлы екені бізге мәлім. Осы жерге егін салуды жыл сайын молайтып әкетті. Тың жерге салынып, агротехниканы қолданған егін жыл сайын шығымды болып, басында әлсіздеу құралған колхоздың шаруасы ауданның маңдай алдына шығуына жағдай жасады. Шынболат мал шаруашылығының өркендеуіне де ерекше көңіл бөлді. 4-5 жылда ол жылқы санын 500-ге, қара малды 400-ге, ұсақ қараны 3000-ға жеткізді. 6-шы түлік қып колхоз қазы, үйрегі, тауығы аралас 200-дей құс асырады. Мал тұқымын асылдандыруды да ол қолына алды. Өткен жылдың көктемінде бұл колхозға меринос қошқарлар, Герефорд бұқалар келді. Сол жылдың күзінде Шынболат әлде қайдағы жылқы заводынан жиренқасқа арғымақ айғыр әкелді. Астықтың да, малдың да өнімі көп болғандықтан еңбек күнге колхозшылар бай үлес алды. Оны пайдаға асыру жөнінде де колхозшыларға Шынболат басшылық көрсетті. Артық астықты мемлекет пен кооперация орындарына саттырды да, одан алған түсімді үйлерінің іші тысын оңдауға жұмсаттырды. Жаңадан үйлер салуға колхозшылар көпшілігінің мүмкіндігі барын көрген ол, облыс арқылы құрылыс материалдарына лұқсат алып, МТС машиналарына тасыттырды. Былтырғы тапалтақ шым үйлердің орнына биыл шатырлы ағаш үйлер салына бастады. Ортақ қордан Шынболат колхозға кең клуб салдырды. Оның бір бөлмесіне кітапхана орнады. Бір бөлмеге телефон мен радио құрылды. Бастауыш мектеп келер жылы 7 жылдыққа айналып, мемлекет күшімен үйі салынды. Қасына 100 балаға арналған интернат орнады. 7 жылдық мектептің 5-ші классында барлық сабақтан отлично оқып жүрген Жандос, көктемнің жайма-шуақ бір әдемі күнінде мектептен үйіне қайтса, есік алдында бусанған ерттеулі ат байлаулы тұр екен. Әкем де ойлады ол, бойын қуанышта кернеп кетті. Қуанбағанда қайтсын ол, баққан жылқысын өткен күз алыстағы жайлаудың тебініне айдап әкеткен әкесі қыс ортасында ғана бірер күнге келіп кеткен болатын. Содан кейін келіп тұрғаны осы. Сол күні кешке Қамбардың үйінде зор мәжіліс болды. Қыстай жайлаудағы жылқы басына салынған үйде болып, қыстаудағы ауылға келгеніне бірер ай болған Бәтия жеңгей сағынған ерін жайраңдаған жүзбен қарсы алып, амандаса келген адамның бәрін де асқа қаратты. Үй іші гу-гу кеңес сонда. Сөздің көбі жылқы туралы, оның қалай қыстап шығуы туралы. Бұл жөнде әңгімені көбірек шертетін Қамбар. Өткен қыстың жылқыға аса жайлы болғанын айта келіп, ол әңгімесінің денін қасқыр қуу жағына аударды. Былтыр күз заводтан алған жирен қасқа арғымақ айғыр қар бекеген кезге дейін тебінде болып, Қамбар онымен бір айда 3 қасқыр соққан. Жұрт Қамбардан сол жайды көбірек сұрайды. Егер, деп аяқтайды Қамбар.
Қасқырларды жирен қасқа айғырмен қалай соққанын тыңдаушыларына өте қызғылықты түрде айта келіп, бұдан шыққан 20 биеден туатын құлын да осындай жүйрік болса, маңайдың қасқырын бірер жылдан қалдырмай таусармыз деймін. Бұл сөзге жандостың құлағы ерекше елеңдейді. Өйтпегенде қайтсын, қасқырлар оның құнанын жеумен ғана қанағаттанған жоқ. Бірен-саран малды үзе тартуын былай қойғанда, өткен жылдың күзінде колхозшылардың жеке меншігіндегі бір топ ешкісін түгелімен қырып кетті. Қасқырлар бүйте берсе, не жан қалдырады. Жандос әкесінің сөзіне құлақ түрсе, жирен қасқа айғырдың үйіріндегі биелер жақын арада құлындай бастамақ. Олардың туғанын көру, әсіресе бастапқы құлынның туғанын көру, жандосқа әрине зор арман. Сәтіне қарай бұл жай көктемгі каникулге реттес келе қалды. Оқу басталғанша оралмақ болып, сол күні кешке қарай Шымболат пен Қамбарға еріп, жандос салтатпен жайлауға жүріп кетті. Аяң жортақпен түні бойы жүрген олар жылқыға таң біліне жетті. Күзеттегі жылқышылардың айтуынша мал аман, тек қана бүгін ертең құлындауға тиісті қара көк бие жоқ. Жылқышылардың бірі оны іздеп кетіпті. Бие атаулы да, үйірінен оңаша кетіп құлындайтын мінез бар. Онысы жас құлынын өзге жылқыдан қызғанғандық. Міне биенің де жоғалуына себеп осы екенін жобалаған Қамбар, іздеп кеткен кісінің оралуына шыдамады, өзінің де іздегісі келді. Түнгі жүрістен шаршаңқырап қалған Шымболат қоста тынығуға ойланды. Жандостың әкесімен бірге барғысы келді. Әке мен бала тың аттарға мініп жол шекті. Бала күнінен жылқы бағумен көзі шыққан. Қамбардың бір ғажабы, жылқы атаулымен сырласып қойғандай, қандай жағдайда қалай қарай өретінін көбіне дәл болжайтын еді. Бұл жолы да сонысына бағып, аттанар алдында ол бие пәлендей жерге баруға тиісті деп жобалады да, қостан тікеден тік солай қарай тартты. Бұл жайлау таусыз, белессіз, бұтасыз жазық дала еді. Тек әр жерде ғана төңеректей қамыс шыққан кішірек жылтыр көлдер ұшырайды. Ескі қордасы өткен күз тып-типыл боп өртенген бұл кең дала, жаңбыры мол ұзақ күзде көктеп үлгерген. Өртенге шыққан сол көгал қазір қалың шалғынға айналып, көктемнің жұмсақ самалына ырғалғанда, жасыл түсті теңіз ақырын ғана қыбырлап толқып тұрғанға ұқсайды. Толқыған шалғыннан көтерілген иіс, дем тартқан мұрында дамылсыз қытықтайды. Жұпар иісті ауаны жұтқан кеуде анау кең аспанға ұқсап кеңей түседі. Күн райы қызына бастағандықтан, сай-салада сағым көтеріліп, әлде қайда қараңдаған бірдемелерді бері қарай қалқытып әкеле жатқан сияқтанады. Көгілдір аспанның биігінде әр жерде шырқап шығып сайраған боз торғайлардың дауысы құлақты қытықтап, көтеріңкі көңілді көркем дала одан да биіктете береді. Кездесе қалған көлдердің бірінде тұнып отырған әртүрлі құс, әлденеге азан-қазан ушу. Соларға құлағын да қызыға түріп, көзін де қызыға тіккен жандостың әсерленгіш сәби сезімін қатар келе жатқан әкесінің «Балам, қалай шаршадың ба?» деген дауысы бөлді. Селт ете қалған бала «Жоқ» деді де, әсерлену теңізіне тез қайта шомып, дыбыстарға құлағын да түре түсті. Төңіректегі бейнеге көзін де тіге түсті. Әсерлі сезімге қарық боп келе жатқан баланың көңілін әкесінің «Әне» деген дауысы тағы да бөле жіберді. «Сонау», деді ол, кескініне қараған баласына, алыста сағыммен бұлдырап қараңдаған бірдемені қолымен нұсқап, «Біздің бие мөлшерлі жерден табылды жануар. Құлыны көріне ме?» деді қарайғанға көзін қадай тіккен бала. Қасындағы қыбырлаған кішкентайға көзің жетпей тұрма? Бала қадала қараса, бие дегеннің қасында әлдене шынында да қыбырлап жүр екен. Ал тарттық деп Қамбар астындағы атын тебініп шоқыта жөнелді. Әкесіне ере бала да тартты. Оларға жақындап келгенде, одырая қарап тұрған бие қаша жөнелейін деп еді,
тегі жақында ғана туып жаңа ғана аяқтанған болу керек. Сирақтары серейген жас құлынның буындары дірілдеп енесіне ере алмады. «Құр жануар, құр!» деген дыбыс берді қамбар. Таныс дауысты естігендіктен бе, әлде ере алмаған құлынын қимағандықтан ба, ойқастай оқыранып, құлын маңынан бие шықпады. Атынан қарғып түскен қамбар құлынды ұстай алып, құлақтарын да үрледі, аузын да ашып үрледі. Оның неге керек екенін мал ішінде өскен жандос біледі. Ырым емес ол, қағанақ қаттырмау. Қамбар ұстаған құлынның үстіне қызғанған биенің шұрқырап түсе қалғысы келетін сияқты. Тек қамбардың «Хай, құр жануар!» деген қатаңдау даусынан қаймығып тұр. Атынан түсіп құлын да жандос та көрді. Түсі жирен қасқа. Бірақ бұл күйінде оған ұнай қойған жоқ. Түйенің жас ботасы сияқты, аяқтары ербеген бірдеме. Бірақ екінші рет көргенде құлынның сұлулығына жандос көзін тойдыра алмады. Бұл алғаш көруінен бір ай кейін еді. Жандос бұл жолы жылқы басына биылғы жылдың сабағын аяқтап, экзамендерін түгелімен отличныға тапсырып келді. Және ол өз бетімен келген жоқ. Мектеп қасындағы пионер ұйымы биылғы жылы төлдерді, әсіресе асыл тұқымды малдардың төлін қамқорлығына алмақ болды. Сол мақсатпен құрылған пионерлер отрядының кейбірі қозы лақтарды, кейбірі бұзауларды қамқорлығына алғанда, әкелері жайлаудағы жылқы бағуда жүрген бір топ бала қамқорлығына құлындарды алмақ болды. Солардың ішінде жандос та бар. Отрядта ол вожатый. Отряд барғанға дейін бие атаулы құлындап болған екен. Бірақ өзге арғымақ құлындар кішірек туыпты да, жандос әнеу күні көретін құлын қазір қара құлақтанып марқайып қапты. Енді көрсе әнеу күні қабысып жатқан іші бауыры шығып, тыртиған арық денесі жұп-жұмыр боп семіріп кетіпті. Алқам-салқам боп жатқан буындары қазір қатайып, аяқтары қаққан қазықтай тіп-тік боп қалыпты. Әнеу күні терісіне жабысқан жылбысқа жүндер қазір тіріліп, тығыршық жүні құндыздай құлпырады. Әнеу күні ұстағанда аузы малжаңдап, ырқына көне беретін құлын енді кісіні маңайлатпай анадайдан одырая қарайды да, жақындайын десең құйрығын тігіп ап қаша жөнеледі. Маңында қазақы айғырдан туған талай марқа құлындар жүр, бірақ олардың сауыры бұның бауыруына ақ келеді. Бұл олардан әлде қайда көркем де, биік те. Осы құлынды көргенде қуанышын қайда сыйғызарын білмеді жандос. Бұл кезде оның бойы да, ойы да өсіп қалған еді. Қазақ тілін жақсы білудің үстіне ол соңғы жылдары орыс тіліне аса зер салып, ана тілінде сөйлейтін болған. Қазір ол ой өрісінің шамасы келетін әдебиетте екі тілде бірдей оқиды. Алматы, Москвада шығатын балалар журналдары мен газеттерінде түгел алдырады. Бұлардың бәріне өткен жылдың жазында жандостың Қырымдағы Артек санаторийіне барып қайтуы қосылды. Қара теңіздің аса бір көркем жағасына орнаған бұл санаторийде ол барған шақта 20-дан аса ұлттан 500-ге жақын бала бар еді. Солармен бірге демалып, бірге ойнап қайтқан мезгілдің ішінде ол сана сезім жағынан әлде қайда өсті. Советтер одағы аталатын кең отанның, оның ішіндегі халықтар достығының не екенін бұрынғысынан әлде қайда жоғары ұқты. Қайту жолында ол бір топ баламен Москваға соғып, басқарушылары қаланы аралатты. Олар Қызыл алаңда да болды. Сұлу арғымаққа мініп осы алаңда шыққан жолдас Ворошиловты да, атты армияны да кинода көрген жандос соларға ұқсап атпен әскер киімінде осы алаңға шығуды арман етті. Аулына келгеннен кейін де бұл арман күшейе түсті. Сөйтіп жүргенде аулына Ворошиловтың астындағыдай жирен қасқа арғымақ айғыр келді. Міне енді, одан жирен қасқа арғымақ құлын да туды. Не деген сұлу құлын, және біреу емес бірнеше құлын. Құлындар да өспей ме?
Жандос та өспей ме? Ендеше арманына жуық арада жетпей ме? Бұл жандостың ғана емес, ол басқарған отрядтағы барлық балалардың ойы еді. Сондықтан да олар мойындарына алған міндеттерін жақсы орындады. Олардың міндеті жылқының күндізгі күзетінде болу. Бұл оншалық қиын да жұмыс емес. Жылқыға күндіз қасқыр шаппайды, тек жаз айларында жылқы бүгелектегіш, сондықтан жүргіш келеді. Егер қайырып жүрмесең, желден алысқа бетімен кетіп қалатыны болады. Бұл мінез әсіресе саяқ аттар мен қысырақтың үйіріне тән. Құлыны көп сақа айғырлардың үйірі бетімен ұзап ешқайда кетпейді. Бұрынғы жылдардың жазында саяқтардың да қысырақтардың да жоғалып табылуы кей кезде ат сабылттырып әрең таптыруы бола береді екен. Өйткені ол кезде жылқыны бағатындар үлкендер болғандықтан күндіз қайда барар дейсің деп бейғам болады екен. Биылғы келген балалардың сыбағасына жылқыны күндіз ғана бағу тиген соң және біреу ғана емес, бір топ бала болған соң, олар алдарына түскен жылқыдан шашау шығарған жоқ. Бұл жақтан үлкендер оларға өте разы болды. Балалардың жылқы бағуға ұқыптылығын көрген үлкендер кейде оларға жылқыны ымырттауды да жүктеп жүрді. Күндіз көп жүріп дамылсыз оттаған жылқының ымырт жабыла тұрақтап жусайтыны болады. Ол кезде тек қарасынан бақыласаң жетеді, қайыру, иіруді тілемейді. Үлкендердің айтуынша, қасқыр жылқыға осы кезде тиеді, өйткені жылқы ымырт пен таң алдында қатты ұйықтайды. Бірақ қасқыр жылқыға мұндай жағдайда жаз айларында емес, күз бен қыс айларында тиеді. Балалар ымырттағалы да жылқы аман. Жылқының ұйқысы да қызық. Өзге мал жатып ұйықтаса, ол көбінесе түрегеп ұйықтайды. Өзі сақ және үркек жануар. Үрке қалса желді аяқты жүйрік жануарларды қайырып алу да қиын. Балаларға сондай бірер жағдайда кездесті. Неден үріккенін кім білсін? Бірер рет ымыртта үрке қашып, балалар әрең жинап алды. Үркектігіне және жүйріктігіне қарағанда, жылқыны қасқыр жеудің реті жоқ-ақ. Сөйте тұра, қасқыр оны сиырдан әлдеқайда оңай жейді. Үлкендердің айтуынша, қасқыр жылқыны үркітпейді де, қумайды да. Ол алыстан ғана көрініп, аунақшы ойнайды. Алғаш көргенде елеңдеп үркуге жиналған жылқы ойнағанын таңсық көріп қарап тұрады. Қасқыр сөйте-сөйте жақындай береді де, жылқының нақ алдына кеп ойнайды. Бойы тіпті үйреніп алған жылқы иіскемек боп жақындайды. Сол кезде қасқыр танауынан шап беріп алады. Қасқыр қарулы мақұлық, ол істеген жылқыны тырп еткізбейді. Әдетте ол екеу болады, бірі тұмсықтан алғанда, бірі шаптан алады. Қасқырдың аузы өте қарулы, ол тістеген жерін жұлып алады. Шаптан тістесе шек қарнын ақтарып түсіреді. Жарған жылқының қасқыр әдетте ішіне кіріп, өкпе бауырын суырып жеуге құмар. Шыңғыра тыпырлап жатқан жылқының ішіне кіруге қасқыр қорықпайды. Қасқырды жылқы тарпыса да, тепсе де өлтірер еді. Неге екенін кім білсін? Бірен-саран өжет айғырлар болмаса, немесе құлынын қорғайтын бірен-саран биелер болмаса, жылқы жануар қасқырдың алдында осал-ақ. Ол еш уақытта қарсыласпайды. Бар қолынан келері қашып құтылу, тісі тисе-ақ өлгені. Ал сиыр малы жылқыдан әлдеқайда осал бола тұра еш уақытта қасқырдан қашпайды. Көп сиыр қасқырды қамап ап, кейде сүзіп жарып тастайды. Көп қасқыр келсе, бұзау топырақ сияқты ұсақтарын ортаға алып, үйіріле қап қасқырды жолатпайды. Бір сиыр бір қасқырға оңаша кездессе де жегізбейді. Қасындағы бұзауына да тигізбейді. Екі қасқырға да алдырмайтын сиырлар болады. Үлкендер бұл жайда нелер қызық әңгімелер айтады. Сиырдың мынадай ерлігін, жылқының анандай осалдығын естігенде, балалар сиырға қайран қалады да, жылқыға әрі өкпелейді, әрі ренжиді. Бір күні Жандосқа аса қатты ренжудің реті келіп қалды. Жылқы күзетінен қайтқан әкесінің қабағына қараса, қар жауатын бұлттай түнере қапты. «Не болды?» деген жұртқа. «Қара басты бүгін», деді ол ұйықтап кетіп.
Арғамақ құлынның біреуін қасқырға талатып алдым. Қайсысың? Алғашқы туған жирен қасқа құлынды. Әкесіне үрейлене қарап тұрған жандостың жүрегі мына сөзді естігенде жарылып кете жаздады. Ол жылап жіберді. Таланған құлынды көргенше дегбір таппаған ол әкесіне тағы біреулерге еріп барса, оң жақ санының қоң еті үңірейіп ойылып қалыпты. Жарадан қан сорғалап төңірегінің терісі жалбырап тұр. Бұл келген адамдардың ішінде мал дәрігері де бар еді. Ұстаған құлынның жарасын ол дәрілеп байлады да, жазылғанша қолда ұстауға енесімен екеуін қоса алып қайтты.